Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін творожный пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирогтың басқалардан ерекшелігі ешқандай қиындықсыз бір жасағаннан керемет шығады. Өте жұмсақ әрі дәмді, сонымен қатар үлпілдек болып, биік болып көтеріледі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал онда бастаймыз. Ол үшін бізге ең басты қоспаларымыз сары май, сүзбе, жұмыртқа, қант және де ұн қажет. Қоспалардың нақты мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Ең алдымен үлкен ыдысқа жұмсақ сары майды саламыз. Үстіне қант саламыз. Кішкене мөлшерде тұз салып, осының барлығын миксермен біріктіреміз. Келесі үстіне сүзбені саламыз. Және де 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Барлығын жақсылап тұрып, біркелкі массаға келгенше миксермен араластырамыз. Осындай қоюлықта болу қажет. Келесі електен өткізіп, үстіне ұн саламыз. Ұнның үстіне қопсытқышты саламыз. Осылай жарты ұнды салғаннан кейін қасықтың көмегімен баяу араластырамыз. Енді қалған ұнды да електен өткізіп саламыз. Ұнның да нақты мөлшерін жаздым, бірақ сүзбенің сұйықтығына, қоюлығына қарай өзгерістер болуы мүмкін. Мінекей осындай қоюлықта болғанша ұнды қосамыз. Келесі формамызды майлап алып, енді осы қоспамызды формаға жақсылап саламыз. Барлығын салып, бетін бір тегіс етіп тегістейміз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут қызарғанша пісіреміз. Піскен-піспегенін таяқшаның көмегімен тексерсеңіздер болады. Таяқшаны пирогқа сұққанда жабыспаса, онда піскен деген сөз. Пирог пісіп шыққаннан кейін формадан алмай суытуға қоямыз. Суығаннан кейін пирогқа ерекше дәм беру үшін ерітілген балды кішкене мөлшерде жағып шығамыз. Үстіне әсемдеу үшін кокосовая стружка себеміз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Рецепті өте оңай, ешқандай қиындықсыз жасалынады. Күнделікті үйде қолданылатын заттармен жасайсыз. Видеоны аса лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін қазір каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.